Ассалаумағалейкум ағайын, мен сендерге монета приемникті қалай 50, 100 және 200 теңгеге настроить етуін көрсетемін. Міне мына жерде 3 провод болады, немесе 4 провод болады. Мына жерде маған қаратып, мынау сарысы 12 вольт. Мына жерде 12 вольт деп жазып тұр да. 12 вольтқа қосамыз. Осылай жанып қояды. Мынау екі кнопканы басамыз настроить ету үшін. 0-де қазір тұр. Көбін бастықта А деді. Мынау сет деген үстісін басамыз да. Е дейді. Е деген ол неше монета саламыз, неше түрлі монета. Бізде 50, 100 және 200 3 түрлі монета. Біз мына жерде үшті выбирать етеміз. Үшті выбирать еттік та, бәне H1 шықты. H1 ол неше рет монета салғанда мен сені танимын дейтін. Сол үшін мына жерде 15 дейдік та. Негізі 20 деп, көбіректе болса, көбіректе болсын. Сосын монеталарыңыз біреуі латынша болса, біреуі кириллица болсын. Әр түрлі жылғы монеталар болу керек. 2002, 2003 деген монета. Міне, мынандай кириллицадағы бұрынғы 2005 монета бар. Монеталардың әр түрлі болды. 200 теңгеліктер енді олар бірдей көбісі. Жаңадан шығарған монета. Және 50 теңгеліктер солай да болсын. Міне теңге де жазылып тұр қазақша. Міне латынша жазылып тұр. Теңге деп. Сондай әр түрлі монета болу керек. Содан бір 20 монеталдан санап қойсаңыз дұрыс болар. Сосын мынаған басамызда келесіге көшеміз. P1 ол коин деген. Бізде ең кіші номинал 50 теңге, сондықтан ол 1 болады. 100 теңгеміз 2 болады коин. 200 теңгеміз 4 коин болады. Яғни 200 теңгеде 50 теңгеде неше бар? 200 теңгеде 4-і бар, 100 теңгеде 2-і бар. Мынау бірінші монета болғасын 1 қоямыз. Келесіде F1 ол тағы да неше реттен танимын дейді. Максималды қоя бересіз ғой, мұнда 20 болмаса, сізде мендей сияқты 10 қоя саласыз. Келесі H2 ол екінші монета. Екінші монета бізде 100 теңге. 20 реттен танимын. Неше коин береді? Бізге 2 коин береді ол. Тағы да неше реттен танимын дейді да, 10 реттен. Үшінші 200 теңгелік. Біз оны 20 реттен танимыз. Ол бізге 4 коин береді. Осылай. Соңға оға дегенде 4-3 деп кете береді. Мынау үшінші индикатор 200 теңгелік. Мына жерде 4 коин бар. 4 коин ол 4 импульс береді. 4 импульсын, 1 импульсын 50 теңге. 4 импульсын ол 200 теңге болады. Сосын F3-да сендерде 20 болса 20 қойыңдар, 20 болмаса 15 максимальный, 10-15 максимальный қоя беріңіз. Все болды. Все, біз настроить еттік. Настройкаларын енді сөндіреміз. Осылай алып шығып. Сосын жандырамыз. Енді мынаны басамыз, сетті басамыз. A1 делді, болды. A1 енді біз монеталарды лақтырамыз. Енді осылай лақтырып жүреміз. Ташынауға бүкіл монетаны алайын. Міне. Саналып кетті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мынау есіне сақтаватыр. Монеталарын әр түрлісін саламда. Есіне сақтаватыр. 50 теңгелікті бірінші саласындар. 50 теңгелік деді ба? Бірінші 50 теңгелік. Екіншісін 100 дедік па? 100. Үшіншісін 200 дедік па? 200-сінде болады. Міне. Қазір өзі 20 деп санайды да. Сосын болдым дейді. Міне. Оп. Екіншіге өтті. Көрдіңдер ма? Значит, енді біріншісі бітті. Енді 2. A2 дейді. Екінші монета бізде 100 теңгелік. 100 теңгелік санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
бір-бірден салыңдар, екі салып жүрмеңдер. 8, 9, 10. Мынау индикаторға қарап тұрыңдар. Келесіге көшіп кетсе, басқа монета саласыңдар. Салып қоймаңдар екі ертең, сосын ошибка болады да. Примерно осылай. 15, 18. 20 болып қопты. Міне 100 теңге алып қойды, болды. Сол уже салмаймын, өткені ағаш теңгемізде біз 200 теңгелікті қойдық. Өткені 4 коин істедік. Мынаның ішінде 50 теңгеден түрту бар. Түрталамыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, тағы да саламыз. Енді 200 теңгелікті бітіп қалды. Ауыстырып жүрмеңдер 200 теңгелікпен. Все, болды. Бұтылды, настройкасы бітті, енді қараңдар. 200 теңге салсам, 4 күдеп көрсет қазір. 4 импульс береді. 100 теңге салсам, 2 импульс береді. 50 теңге салсам, 1 импульс береді. Енді монета пирамидті орнына қоямыз да. Так. Аппаратты настроек істейміз енді. Менюға шығамыз да. Көп ұстап. Меню сетқа кіреміз. Мәне N one time деген. Ол неше? 50 теңгелік салсаңыз, қанша ойын берем дейді. 2-50 теңгелік салсамыз, 1 ойын береді. Значит, 200 теңге десек, мәне 4 50 теңгелік салу керек. Қараңдар енді. Меню exit деп шығамыз да. Енді мәне 100 теңгелік мәне бір салдым. Ойын берген жоқ. Тағы да 100 теңгелік салсам мәне. Әне бір ойын берді. Так, 200 теңгелікті алам да. Салам. Сразу бір ойын береді. Ені 50 теңгеліктерден көрейік. Мынадан түрту салу керек енді. Мәне. 1, 2, 3. Әне ойын бермей жатыр, әлі 2 тұр. Әне түртуін салдым, болды. Ойын берді. Болды, осы настройка осымен аяқталады.